Қазақстанның даму кезеңдері көп. Оның ең алғашқы даму кезеңі сақтар. Сақтар Қазақстан жеріндегі ең алғашқы тайпа. Ол шамамен біздің заманымыздан бұрын 1-ші мыңжылдықта мекен еткен. Ол біздің заманымыздан бұрын 11-ші ғасырдан біздің заманымыздан бұрын 5-ші ғасырға дейін мекен еткен. Сақтардың ең басты ерекшелігі олар жылқыны қолға үйреткен. Жабайы жылқыны қолға үйреткен және оны транспорт ретінде қолданып, және азық түлік ретінде де қолданған. Сақтар оны неше түрлі ғалымдар өздерінің аттауларымен атаған. Мысалы, ең басты атауы Геродот, скифтер деп атаған. Қытайлар оларды сай деп атаған, және басқа да ғалымдар скиф, сай, шахра деген атауларда да болған. Сақтардың аумағы қазіргі Қазақстанның жері Жетісу, Алтай таулары және батысқа дейін мекен еткен тайпалардың бірі. Және де айта кететін болсам, олардың ең басты, ең мықты деген билеушілері ол Томирис патшайым, Зарина патшайымы, және де басқа патшалар мен патшайымдар. Және де біздің ол мәдениетіне тоқтала кететін болсақ, алтын адам табылған. Оның ең бастысы 1969 жылы Кемел Ақышев ашқан алтын адам Жетісу өңірінде Есік ауданында табылған ескерткіштердің бірі. Ол қызыл киіммен тігілген және сырты алтынмен қапталған алтын адам, және сәукелеге ұқсас бас киімі де болған. Ол айта кететін болсам, жорығы крест алтын адамдардан кездерінен басталған. Себебі оның жаңағындай сәукеле сияқты бас киімінде крест несі болған, белгісі. Екінші мемлекетке тоқтала кететін болсам, екінші мемлекет ол ғұн мемлекеті. Ғұн мемлекеті біздің заманымыздан бұрын 4-ші ғасырда қалыптасқан, және біздің заманымызға дейін кейбір деректерде 3-ші ғасырға дейін немесе 5-ші ғасырға дейін мекен еткен тайпа деп айтады. Оның ең алғашқы билеушісі ұлы Мөде Шаньюй. Мөде Шаньюй ол біздің заманымыздан бұрын 209 және 174 жылға дейін билік еткен ұлы Шаньюй. Одан кейін Лао Шаньюй ол Қытайларға қарсы өте ұзақ соғыстар, ірі соғыстар жүргізіп, және оны жеңген, сол соғыстарды жеңді десек те болады. Және содан кейінгі ең қуатты империяға айналдырған билеуші ол Аттила билеушісі. Аттила билеушісі ол ғұндарды деген Қазақстанның территориясына дейін шығарып, неше түрлі соғыстар жүргізіп, Европаға дейін де жеткен Шаньюй десек те болады. Қытайдың деректерінде ғұн халқы миллионнан астам деген санау жүйесі болған, және де сондай дерек көздері де бар. Ал әскер саны шамамен 100 мың, 150 мың адамның құраған деген деректерде бар. Оның астанасы Орда-Балық, кейін көшпелі орда түркі ордасына айналды. Оның негізгі қару-жарақтары садақ, қылыш, найза, қалқан деген сияқты қару-жарақтарда болды. Олардың тілдері ерте түркі тілі десек те болады. Ол және біздің ерте тарихтың соңғы тайпасы деген нелері бар. Енді біз ғұндармен қатарлас жүрген мемлекетті де қарастырайық. Біз енді үйсіндер туралы айтамыз. Үйсіндер ең алдымен қай жерде мекен етті деген сұраққа жауап берейін. Үйсіндер қазіргі Алматы облысы Жаркент маңында өмір сүрген. Ол Жетісу өңірі десек те болады.
Оның астанасы Чигучин немесе Қызыл аңғар деп те айтсақ болады. Оның басшылары атауы Күнби деп аталған және біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырдан біздің заманымызда 5-ші ғасырға дейін мекен еткен тайпа. Ғұндардың қысымымен біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырда үйсіндер жетісуға көшіп келеді. Ғұндар Еуразияны дүр сілкіндірген жауынгер халық болса, үйсіндер жетісу жері мекен еткен ірі мемлекет құраған халық. Оның адам саны 630 мың деген деректер бар. Және әскер саны 188 мың әскер саны болған деп айтамыз. Олардың қару-жарақтары садақ, қылыш, найза деген сияқты қару-жарақтар болған. Және осы барлық айтып отырған деректер Ханнама кітабынан немесе Ханшу кітабынан алынған деректер. Енді мен орта ғасырдағы ең ірі мемлекеттің көш бастауын келген түркі тайпасын айта кететін болсам, ол ең алғашқы ірі қағанат 552 жылы құрылған түрік қағанаты. Оның ең алғашқы тарихына олар Алтай тауында мекен еткен ұсақ түйек тайпалардан шыққан, Ашина руынан шыққан тайпа деген дерек көздері бар. Ол ең алғаш дерек көздер 542 жылы Қытай дерек көздерінен шыққан. Ол дерек көздерінің аты Күлтегін жазбалары, Орхон Инеси жазбалары десек те болады. Ол жазбаларда түркі тайпалары, Ашина руынан шыққан тайпалары темір өндірген тайпа деп, алғаш темір өндірген тайпа деп айтылған. Және де оны қысымға ұстаған Жужан ханы Анағұй оларды Алтай тауында ұстаған деген деректер бар. Бумын қаған Анағұйға мен сенің қызыңды аламын деген ұсыныс береді. Мен сенің күйеу балаң болайын деген сияқты. Бірақ Анағұй оны өзінің намысына ауыр тиіп кеткеннен кейін бір-біріне соғыс ашады және Бумын қаған оны ұтып 552 жылы ел хан атанады. Содан кейін түрік қағанаты 552 жылдан кейін Бумын қаған 551 жылдан кейін қайтыс болып кетеді және оның орнына оның інісі Қара Еске қаған отырады да және жорықтарды жалғастырады. Сөйтіп, ол да ұзаққа созылмай 554 жылы қайтыс болып кетіп, оның орнына ең қуатты қаған десек те болады, Мұқан қаған орнына отырады. Мұқан қаған Каспий маңына дейін апарып, түрік қағанатын өте қатты дамытып, оны қуатты империяға және территория бойынша үлкейтеді. Және біз оның халық санына, әскеріне айта кететін болсам. Әскери жүйе, ондық жүйе, 10 басы, 100 басы, 1000 басы, түмен басы деген сияқты дәстүрмен қабылданған. Және әскер саны шамамен 200 және 300 мың адам құрған. Және басты күші жылдам шабуыл садақ ату атты маневр болған. Оның құлау себебіне тоқтала кететін болсақ, ол ішкі қақтығыс. Территорияны үлкен болғандықтан, ол мемлекетті ұстау сәл-пәл қиындыққа соқты. Және де арасында ішкі қақтығыс болғаннан кейін мемлекет екі бөлікке бөлініп кетеді. Шығыс түрік қағанаты және батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты. Шығыс бөлігін Моңғолия аумағы, батыс бөлігі қазіргі Қазақстанның аумағы деп айтып болады. Енді мен Қазақстан мемлекетінің дамуындағы ең қатты үлесін қосқан империяны ата кететін болсам, ол империя Моңғол империясы және Шыңғысхан. Шыңғысханға тоқтала кететін болсам, бізде Шыңғысхан дегеніміз өте қатты, білімді, өте
қуатты империяны өзі қолында ұстаған император десек те болады. Оның бала кезінен тағдыры өте қиын болды. Себебі оның әкесі елугей батырды улағаннан кейін өзінің моңғол тайпалары мемлекетінен қуып жіберді. Және ол өзі қиын тағдырмен өмір сүрді. Және де ол деген татар, тайчут, меркіт сияқты рулармен шайқасып тайпаларды біріктіре бастады. Және де 1206 жылы өзінің мемлекетін құрып, оның атауын Моңғол империясы деп атады. Және өзін Шыңғыс хан деп жариялап бастады. Оны қасындағы тайпалар, Қытай деген сияқты тайпалар, мемлекеттер оны менсінбеді ең бастапқыда. Бірақ ол өзін Моңғолия жерін толықтай басып алғаннан кейін, екінші 1211 және 1215 жылы Қытай Цин әулетіне, солтүстік Қытай әулетіне толықтай жорықтар жариялап бастады және жорықтар жасады. Енді мен Шыңғыс ханның Моңғол империясын не себепті Моңғол деген атауын түсіндіре кететін болсам, мен оны толықтай түсіндіре алмаймын, әрине. Менің өзінің неше түрлі теория деректерінде бар. Менің ең қатты жүрегіме бауыр басқан дерек ол Моңғол империясы мың қол сөзінен шыққан. Мың қол сөзінен шыққанның мың қол сөзі не себепті мың қол? Мың қол деген ол мың әскері бар, немесе көп әскері бар қуатты империя деген атауға сүйенеді. Немесе моңғол деген моңғол тайпаларына деген сияқты дерек көздері де бар, және неше түрлі дерек көздері бар. Мен өзіме ең басты ұнақ қалған себебі ол мың қол деп атауы себебі. Және Шыңғыс хан жорықтарына тоқтала кететін болсам, ол 1218 жылы Қазақстан мен Орта Азияға жорығы. Оның не себепті Қазақстанға жорық жасады? Ол ең басты себебі, сылтау ретінде қолдансақ та болады, ол Отырар апаты. Отырар апатына тоқтала кетейік. Отырар апаты ол Шыңғыс хан өзінің елінен Қазақстан жеріне Отырарға 500-ден астам саудагерлерді жібереді. Бірақ Отырардың басшысы сол 500 саудагерлерді толықтай қырып салып, біреуін шешіндіріп жіберіп, Шыңғыс ханға қайтадан аттандырып жібереді. Соны көрген Шыңғыс хан өзін намысын тапталғанын түсінеді, және екі Шағатай мен Үгедей балаларын Отырарға жібереді де, жаулап алып келіңдер деген сияқты бұйрық береді. Енді біз тарихта білгендей, Отырар апаты 6 айға созылғаннан кейін Шағатай мен Үгедей Отырарды жаулап алуға өте оңайға соқпады. Сол себепті сылтау ретінде содан кейін Қазақстан жерін толықтай жаулап алады. Оның ішінде берілген қалалар бар, берілмеген қалалар бар. Оның берілген қалаларын айта кететін болсам, ол Баласағұн қаласы. Ол қайырымды қала десек те болады. Және де Шыңғыс хан бізде деген толықтай өзінің жорықтарының Европаға дейін, өз балаларымен бірге Европаға дейін өз мемлекетін созады, және ұлдарына толықтай ұлыстарды бөліп береді. Және ең соңғы жорығы ол Батыс Қытайдағы Сися мемлекетіне жорық жасағаннан кейін, және сол жақта қайтыс болып кетеді. Енді біз жошы ұлына ол жошы ұлысы, Шағатайға Шағатай ұлысы, Үгедей ұлысы, және Төлеге моңғол жерін. Жошы ұлысы ол кейіннен Алтын Ордаға болып кетеді, және де басқа да не. Шыңғыс ханның ең жақсы көрген ұлы жошы. Ол жошы қайтыс болған, Шыңғыс ханға қарағанда ертерек қайтыс болады, және де соны естіген Шыңғыс ханның көсемдері Шыңғыс хан қалай жеткізерін білмей, күй арқылы жеткізеді дегенде деректерде бар. Енді мен келесіде
орыс Қазақстанның қазақ хандығын туралы айтамын. Енді мен қазақ хандығының құрылуын айта кететін болсам, қазақ хандығының құрылуы бізде деген Керей мен Жәнібек сұлтандар жетісу өңірі Қозыбасы Моғолстан мемлекетіне қарай көшіп кетуіне басталады. Және оның Есенбұғаның Керей мен Жәнібек сұлтандарды құшақ жая қарсы алып Шу мен Қозыбасы өңірін беруінен басталады. Және Керей ханның тоқтала кететін болсақ, Керей хан бізде ең алғашқы қазақ хандығының ханы, және де Шыңғыстың ұрпағы десек те болады. Және екінші ол Жәнібек хан, Барақ ханның ұлы. Екеуі де Барақ ханның ұлы Керейден кейін хан болып, және Жәнібек атанған, оны әділдігі үшін құрметтеген хан саналады. Содан кейін бізде деген Мұрындық хан. Мұрындық хан бізде деген тарих көзіндегі ең алғаш өзінің тағын өлмей берген хан болып саналады, және жалғыз хан сондай. Ол өзінің қызын Самарқан билеушісіне ұзатып, кейін сол Самарқанға күйеу баласының жағына көшіп кетеді дегенде деректер бар. Оның кейбірлері айтады, қуатсыз хан болды деп айтады. Себебі оның қасындағы Қасым сұлтан қуаты, ханның қуаты одан қарағанда қайда көп болды дегенде деректер бар. Келесі біз сол айта кететін болсақ, Қасым хан. Қасым ханның кезінде бізде деген халық саны 1 миллион адамға жетті, және оның билік еткен жылдары 1511-1523 жылдары билік етті, және Қасым ханның қасқа жолдары деген заңдар жинағы шықты. Ол 5 сатыдан тұрады. Оның ішінде мүлік заңы, әскер заңы және тағы басқа заңдар болып саналды. Және Қасым хан кезінде бізде 300 мың әскерге жуық адам әскер саны болды. Одан кейін бізде көп хандар болды. Мамаш, Тахир деген сияқты. Но мен ең қуатты деген хандарды айта кетемін. Енді одан кейін Хақназар хан. Ол қазақ тарихындағы ең ұзақ билік еткен, қазақ хандығын билік еткен хан болып табылады. Ол Ноғай мен қазақ ханы дегенде атаумен аталған. Ол билік еткен жылдар 1538-1580 жылдарға дейін билік еткен, және қазақ халқын қайта тірілткен хан, және қазақ хандығын жинаушы ханы деп те аталады. Одан кейін бізде Есім хан. Есім хан өзі қазақ хандығында несімен танымал. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы деген жинағы бар. Қасым хан өзінің қасқа жол шығарғанмен, Есім хан қасқа жолға қарап отырып, өзінің ескі жолын шығарды. Және ол ескі жол сандар жинағы шықты. Ол елде тәртіп орнатты. Ташкент пен Түркістанның қазақ хандығына қосты. Бұхара хандығымен соғыстар жүргізді. Және Есім ханның кезінде бізде үмбетей жырау болды. Ей, енсігей бойлы Есім деген жыры бар. Және де бізде Есім хан несімен танымал десек, біз Ташкент билеушісі Тұрсын ханмен қатаған қырғынын жасаған хан болып табылады. Одан кейін ол Тәуке хан. Тәуке хан ол билік еткен жылдар 1680-1715 жылы билік етті, және 3-ші жандар жинағы шығарды, 7 жарғы жандар жинағын шығарды. 300-дің билігін нығайтты, бірлігін нығайтты, және қазақ қоғамындағы билерді тыңдауға шақырды. Оның ішінде Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. Тәуке хан тұсында хандық алтын ғасырын бастап кетті. Және де біз Абылай хан туралы айта кететін болсам, Абылай хан бізде деген Төле бидің тәрбиешісі, малшысы болды, және 1771-1781 жылы билік етті. Ол кезінде жоңғарларға тұтқынға түсті, қытайлармен дипломатиялық келісім жүргізді, және
ақылды саясаткер, айлакер қолбасшы. Ол несімен танымал десек, ол 300-ді басын біріктіріп, қазақ хандығын қайта құрды десек те болады. Енді мен Кенесары Қасымұлы туралы айтып кетейін. Кенесары Қасымұлы несімен танымал? Кенесары Қасымұлы бізде деген қазақ хандығының ең соңғы ханы. Және ол 1802 және 1847 жылға дейін өмір сүрді. Оның атасы Аз Тәуке хан, оның папасы Аз Тәуке ханның Абылай хан, әкесі Қасым төре, анасы Ағыбай ханым және өзі Абылай ханның немересі болып танылады. Ол Кенесары Қасымұлының көтерілісіне тоқтала кетейік. Кенесары Қасымұлының көтерілісі 10 жылға созылды. Оның бастапқысы кезеңі 1837-ден 47-ге дейін болды. Полный көтеріліс. Оның басталу себебі халықтан салық жинау, зекет, баж, алым деген сияқты және Ресей патшалығының бекіністер салуы. Оның басқа көтерілістерден Кенесары Қасымұлының көтерілісінің айырмашылығы неде? Кенесары Қасымұлының көтерілісі бүкіл Қазақстанның аумағын қамтыған көтеріліс және де толықтай 10 жыл үстінде ұзақ созылған көтеріліс деп саналады. Соңында Кенесары хан Ресей империясының қақтығысынан көтерілісінен басу себебінен Ресей империясы толықтай әскер жібергеннен кейін Кенесары артқа қарай шегінеді, оңтүстікке қарай шегінген кейін Қырғызстан жеріне барады. Қырғызстан жерінде оны қырғыздар басын шауып Ресей империясына апарып береді. Оның басына бізде кемінде 3000-дай сондай ақша берілген. Енді мен қазақ тәуелсіздігіне ұмтылған, біздің 20 ғасырда қазақ елін құтқарған көсемдерді және қозғалысты айта кетейін. Ол қозғалыс Алашорда қозғалысы. Алашорда қозғалысы бізде 1905 жылы шықты және 1920 жылға дейін болды десек те болады. Оның мақсаты Қазақстанның дербестігін шақыру және дербес мемлекет болу, тәуелсіз мемлекетке ұмтылу. Оның ең басты көсемі, ең бастысы, негізін қалаған Әлихан Бөкейхан. Әлихан Бөкейхан бізде Алаш партиясының, Алаш үкіметінің төрағасы, Ресей мемдуанасының депутаты, экономист, саясаткер, ғалым, қазақ елі өз жерінің иесі болу тиіс деген идеяны ұстанды. Екінші бізде ол Ахмет Байтұрсынұлы, қазақ хандығының ұстазы. Ол хандығы деп кешіріңіздер, қазақ халқының ұстазы, ұлт ұстазы, қазақ газетін ұйымдастырған, қазақ тілінің әліпбиін төте жазуын жасаған және қазақ тіл білімінің негізін қалаған. Және де бізде үшінші алаш қайраткері, жазушы, ақын Міржақып Дулатұлы. Оян қазақ кітабының авторы. Ол 1909 жылы шыққан. Ұлт намысымен оянуға үндеген алаш қайраткері. Және де біз айтпай кеткен алаш қайраткерлері ол Жақып Ақбаев, Халел және Жаһанша Досмұхамбетов, Мұхамеджан Тынышбаев, Елдес Омаров деген сияқты. Бізде енді Алаш автономиясы туралы айта кетейін. Алаш автономиясы бізде 1917 жылы Алаш автономиясы құрылды, партиясы. Алаш партиясы құрылды және 1919 жылы Алаш үкіметі құрылады. Оның төрағасы Әлихан Бөкейхан, астанасы Алаш автономиясын Семей, мақсаттары қазақ жерінің тұтастығын сақтау, ұлттық әскер құру, мектеп баспакөз, білім беру, дін мен дәстүрді қорғау. Және
осының нәтижесінде бізде деген қазақ хандығын орыс әлеуметі орыс патшалығы сол әлихан бөкейхан, ахмет байтұрсынов, міржақып дулат деген сияқты қайраткерлерді қуғын-сүргінге ұшыратады. Және де осы нәтижесінде репрессияға ұшады. Бірақ біз әлихан бөкейхан сияқты тұлғалар бізде мәңгі жүрегімізде қалады. Қорытындылай келе, мен қазақ халқының тарихын осында шама барлығын басынан кешкеннен кейін мен осы тарихты оқымасам, мен осы тарихты түсінбесем, мен болашаққа қадам баса алмаймын. Себебі әр қазақтың өзінің тарихын білуі ол әр қазақтың борышы. Және мен осы эссемен ауызша жауап берген тапсырмаларым тек қана тапсырма ретінде қарамай, өзімнің болашағыма деген фундамент ретінде қараймын. Және де барлығын қазақ халқының тарихын қарауға, түсінуге, зерттеуге шақырамын. Біз әрине профессор емеспіз, біз әрине толықтай тарихшы емеспіз, біз бірақ өзіміздің тарихымызды жобалай, мазмұнын білсек, ол әр адамның борышы. Және мен осы ұстанымды ұстанамын. Сіздерге рахмет. Осы барлығын айтқан сабақты Аскаров Айнұрлан Үсенұлы. Сау болыңыз.